Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің сот сараптамасы орталығы мемлекеттік мекемесінің филиалы Қызылорда облысы бойынша сот сараптама институты. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 100 нақты қадам ұлт жоспары жаһандық және ішкі сын-қатерлерге қарсы күресуге жұмылдыратын, елімізді әлемдегі дамыған мемлекеттердің 30-ығына қосуға жол бастайтын қауқары зор маңызды құжат екенін жеткізді. 5 институционалдық реформаны жүзеге асыру мақсатында бірқатар тапсырмаларды орындау керек екендігін міндеттеді. Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі сот сараптамасы қызметін жетілдіруді өзінің бұдан әрі дамуының ең басты бағыттарының бірі ретінде бағамдайды. Сот сараптама қызметінің негізгі бағыты қандай? Сот сараптама қызметі сот сараптамасы органдары мен сот сарапшыларының сот сараптамасын ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі қызмет. Сот сараптамасы шешілу үшін маңызы бар мән-жайларды анықтау мақсатында арнаулы ғылыми білім негізінде жүргізілетін қылмыстық, азаматтық істердің немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы істердің материалдарын зерттеу. Сот сарапшысы Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен сот сараптамасын жүргізуді тапсырған тұлға. Сот сарапшысы етіп тағайындау рәсімі Қазақстан Республикасының заңдарымен айқындалады. Сот сарапшысы өз жұмысын сапалы орындау үшін соттық сараптама өндірісінің мәселелерін және оны жүргізу әдістемесін реттейтін заңнаманы білуі шарт. Сот сараптамасын арнаулы ғылыми білім білігі бар лауазымды адам сот сарапшысы жүргізеді. Сот сараптамасын тағайындауға тергеушінің қаулысы немесе соттың ұйғарымы негіз болып табылады. Негізінен сарапшылар қызмет бабында Қазақстан Республикасы Конституциясының, Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің, Қазақстан Республикасының азаматтық процестік кодексінің, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің, Қазақстан Республикасындағы сот сараптама қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңының, Қазақстан Республикасы үкіметінің, Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің сот сараптамасын ұйымдастыру мен жүргізуді реттейтін басқа да актілерінің нормаларын басшылыққа алады. Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің сот сараптамасы орталығы мемлекеттік мекемесі сот сараптамаларын жүргізудің ұйымдастырылуын белгілейтін орталық. Бүгінде аталмыш орталыққа заң ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, жаратылыстану ғылымдары Қазақ ұлттық академиясының академигі, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің еңбек сіңірген қайраткері Исидор Барчашвили басшылық етеді. Сараптама қызметінің іргелі дамуына сүбелі үлесін қосып келеді. Орталықтың оқу әдістемелік жұмысының негізгі бағыттары: аймақтық құрылымдық бөлімшелеріне ғылыми әдістемелік көмек көрсету, сот сараптамалық қызмет үшін ғылыми және кәсіби кадрларды даярлау, сот сарапшыларының біліктілігін арттыру, сараптамалық тұжырымдарды рецензиялау, сот сараптамаларын ұйымдастыру, тағайындау және қылмыстық, азаматтық және әкімшілік сот ісін жүргізуде арнайы ғылыми білімді пайдалану тәжірибесін жалпылау, құқық қорғау органдары және сот қызметкерлерімен сот сараптамасын тағайындау және шығару және сот сараптамаларын шығару саласындағы заманауи әдістер мен технологияларды қолдану мәселесі бойынша оқу әдістемелік жұмыс жүргізу. Сот сараптамаларын шығару саласында заманауи әдістер мен технологиялар қолдану мәселесі бойынша ақпараттық қамсыздандыру жұмыстарын жүргізу және сот сараптамасы қызметіне қатысты барлық нормативтік құқықтық актілерді келешекте дамыту және одан әрі жетілдіру. Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі сот сараптамасы орталығы қызметі Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан жолы 2050, ортақ мақсат, ортақ мүдде, ортақ болашақ, нұрлы жол, болашаққа бастар жол, ұлт жоспары 5 институционалдық реформаны жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты қадам атты Қазақстан халқына жолдауынан шығатын басты міндеттерді жүзеге асыруға бағытталған. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің 2014-2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары аймақ-аймақтарда түбегейлі түрде жүзеге асырылуда. Осыған сәйкес, орталықтың бұйрығымен Қызылорда облысы бойынша сот сараптама институты халықаралық стандарттарға көшіп, сараптамалардың сапасын арттыруға, қайталама сараптамалардың санын азайтуға бағытталған ауқымды жұмыстар атқарылуда. Сот сараптамасы орталығының жоспарында бекітілгендей, институт сарапшылары шетелдердің сот сараптама мекемелерінде біліктілікті арттыру курстарынан жиі өтіп тұрады. Қызылорда облысы бойынша сот сараптама институты сот сараптамасының 34 түрі бойынша қызмет көрсетеді. Штаттық құрылымы: институт директоры, директордың орынбасары, 30 сарапшы. Сондай-ақ институттың Байқоңыр аумақтық нөмірі 1 бөлімшесі Арал, Қазалы, Қармақшы аудандарына, Байқоңыр қаласына,
Ал Шиелі аумақтық нөмірі 2 бөлімшесі Жаңақорған Шиелі аудандарына қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істер бойынша сот сараптама қызметтерін көрсетеді. Қызылорда облысы бойынша сот сараптамасы институтының негізгі қызметтері қандай? Қылмыстық, азаматтық істер және әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша сот сараптамасын жүргізуді қамтамасыз ету. Ғылыми зерттеулерді және сот сараптамасын ғылыми әдістемелік қамтамасыз ету. Сарапшы кадрларды кәсіби даярлау және аттестациялау, олардың біліктілігін көтеру. Сот сарапшыларының қорытындыларын рецензиялау. Сот сараптамасын дайындау, тағайындау мәселелері бойынша құқық қорғау органдарының қызметкерлерімен және судьялармен оқу әдістемелік жұмыс жүргізу. Институттың қызметін насихаттау мақсатында бұқаралық ақпарат құралдарымен құқықтық ақпараттық жұмыстарын жүргізу. Сот сараптамалық зерттеулердің әдістемесін әзірлеу және енгізу. Айта кетейік, институт өзінің қызметін жүргізуде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңдары мен нормативтік құқықтық актілерін, Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі сот сараптамасы орталығының жарғысы мен институт ережесін басшылыққа ала отырып қызмет атқарады. Сот сараптама қызметі бойынша институт сіздерге көмек көрсетуге әрдайым әзір.